толқуын қойды, келе берсін, атамын деді, тура осылай. Төрінде айтысты. Егесі сол ой енді. Егесі Аманжол Алтаев. Аманжол Алтаев. Тәуелсіз өнер айтысты белгілі бір жүйеге тәуелді етіп қоймай ма сол саладағы? Енді ондай қауіп әр уақытта бар. Қырғыз қазақ айтысы. Осы бір айтыстарда бір ұлт араздық деңгейге дейін көтеріліп кеткен кездер болды, иә? Бөліп қалса, тарс айырылып кетсе де, қырғыздың ақындары қазақ ақындарының қолына су құя алмайды. Алтын домбыраның финалында Дидар Хамит сахнаға кешігіп шықты. Ақындар кейде жүлдеге не қойып жатыр екен деп сұрайтын болды. Әлі Құдайға не сойып жатыр екен дегендей. Ауылда болушы еді осындай. Жылқы сайсағына баратын, сиыр сайса бармайтын. Екі аралықта да ұстап жүрген бір ақын бар. Ол Мұхтар Ниязов, Иә. Ана жақта да жүр, мына жақта да жүр. Сол уақыттарда оны қалай қабылдадыңыз сіз? Бетін әрін қайтарып отырып, біраз ақын кетіп қалды. Олар шәділіммен басын шырмап, соғым беріп, үй беріп, көлік беріп, қажылыққа барып болса. Сіздің алдыңызға мен ақындардың суретін қойып, ақындардың рейтингін жазсаңыз. Мынау рейтинг деген авантюра ғой, мен ақындарға қарсы қойып. Армысыз құрметті көрермен, Күлтөбеде кезекті жиын 2 айлық үзілістен кейін назарларыңызға қайта оралып отырмыз. Өздеріңіз білетіндей, біз өзіміздің спикерімізді таңдап, талғап шақырамыз. Бүгінгі біздің құрметті қонағымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, айтыс өнерінің дамытушы, өрге сүйреуші, өмірін айтысқа арнаған азамат, ақын, журналист Жүрсін Ерман ағамыз. Жүрсін аға, қош келдіңіз. Рахмет. Шақыртуымызды қабыл алғаныңызға алғыс білдірем. Көптің көкейінде жүрген сұрақтардың бірі, енді сіз бұған бірнеше жерде жауап та бердіңіз, бірақ енді толық жауапты алынбадық деп қайтадан қойып отырмын. Сіздің ізіңізді жалғап айтысты жүргізіп жүрген Аманжол Алтаев, Ринат Зайытов, кей жерлерде Мұхтар Ниязов та жүргізіп жүр. Осы інілеріңіздің ішінен кімге айтыстың тізгінін сеніп тапсырғыңыз келеді? Мен енді шағып өзің айтып отқан жігіттердің бәрі айтысты жүргізуге, басқаруға араласып жүр. Оның сыртында Ринат Зайытов, Шуайып Сезімхан, қыздар мен жігіттердің айтысы өтті жақында, соны сол жүргізді. Аманжол болса, өзім өкшімін басып жатқан шәкіртім мінім сол басқарады. Қазіргі өткізіп жүрген жаңа форматтағы облыс аралық ақындар айтысы, ол кезінде мен бастап қойғанмын баяғыда. Облыстардың айтысын, соны жаңартып, жаңғыртып, айтыстың үстінде 4-5 өнердің басын қосып, қазақтың дәстүрлі жыр өнері, термешілік өнері, күй өнері, әншілік өнері деген қосып, облыстар сайысқа түсіріп жатыр. Соны сенімді нақты жүргізіп келе жатыр. Төрінде айтыстың егесі сол ой енді. Егесі Аманжол Алтаев. Аманжол Алтаев. Соған сеніп тапсырасыз, бірақ енді көпшіліктің пікірі, Аманжол Алтаев енді билік партиясы, Аманаттың депутаты, тәуелсіз өнер айтысты белгілі бір жүйеге тәуелді етіп қоймай ма сол саладағы? Енді ондай қауіп әр уақытта бар. Бірақ айтысқа бір қамқорлық жасалмаса, ол өз бетінше жүре беру қиын. Менің тұсымда көбіне мына жеке демеушілермен жұмыс істедім. Өмірзақ Сәрсенов, Аманкелді Ермегияев, Мұхтар Құл-Мұхаммед деген сияқты. Қазір сол Аманат партиясы қолын алып айтысқа қол ұшын созып отыр. Бұдан енді біріндей қауіп туы болмайды. Өйткені қазір ақындар бәрін біледі, не айту керек екен, не айтпау керек екен. Жақында ғана 2 ай бұрын осы айтыс жабылып қалды. Қанша жерден Аманат қолын алды дегенмен. Бір ақындардың сөзіне шамданып, жауып тастады. Бүкіл Қазақстан бойынша жоспарланып қойған 4 айтыс өтпей қалды. Қашан? Осы желтоқсан айында. Соны мен Аманжол барсын деп, Аманжол барып сөйлесіп, мемлекеттік кеңесшілерді Аңқаринның алдынан өтіп түсіндіріп, енді осы мысалы
сәуір айының ортасында Қызылорданың Қазақстанға Астана болғанына 100 жыл тұрады дейді. Соның құрметіне үлкен айтыс жасап дайындалып жатыр. Соған мемлекеттік кеңесшінің өзі барып қатыспақшы. Осының барлығы айтысқа қолғабыс. Үнемі биліктен жауыздық берудің қажеті жоқ. Бұл кешегі кеңестің тұсында сондай болғаны рас. Айтысқа көбінесе елбасы ренжіп қалды, мемлекеттік хатшы ренжіп қалды деп жауып тастай беретін, тоқтай беретінбіз. Қазір енді онан құтылған шығармыз деп отырмыз, бірақ сенім жоқ. Аға, ютубтағы бір айтыстардың астына айтыстың тәуелсіздігі үшін халық донат жинауға дайын деген пікірлерді көп кездестіреміз. Енді сіз донат көмек жинауға. Сіз енді қиын сәттерде осы бір демеушілерді тауып, жоқтан бар жасап, айтысты өрге сүйретіңіз, шыны керек. Кейіннен енді билік партиясы Нұр Отанда болсын, Аманатта болсын араласты, бірақ олар енді шынына келген кезде дайын асқа тік қасып болды ғой. Қазіргі бір осы демеушілік дамыған уақытта айтыстың тәуелсіздігін сақтау үшін осы бір форматта, яғни халықтық форматқа ауыстыру туралы ойланған жоқсыз ба? Немесе осыны жүзеге асыра алатын ізбасарыңыз бар деп ойлайсыз ба? Халықтық формат деген онша түсініп отырғаным жоқ. Халық, мысалы бізде қазір енді әлеуметтік желілерде белгілі бір идеяны, ойды, жобаны қолдау мақсатында халық өздері ақша аударады. Ондай жақсылықпен бет-бет келіп көрген жоқпыз. Өйткені ондай қажеттілік болған жоқ. Үлкен демеушілер бұл жаңағы айтып отырған кісілер. Халықтың мойнына ашып қоюға болмайды, ондай шараға үлкен көп қаражат керек. Қазірдің өзінде. Айтыстың өтетін жердің жал құны, оның ара безендірді сахнаның ең көп ақша кететін жер. Айтыстың кәде салты бойынша ақындарға жүлде тарату дегеннің барлығы үлкен шығынды қажет етеді. Оны кімнің мойнына ашып қоясың? Қайта әйтеуір қол ұшын берушілер табылып тұр ғой. Қазірдің өзінде мына Дулат Тастекеев кәсіпкер. Mesela Талғат Сахан сондай жекелеген демеушілер көңіл кетіп жатыр ғой. Енді бұл жаңа жұрттың қауіптенетіні партия мойнына алғаннан кейін қалай болғанда ол өзінің сөзін сөйлеткенді жақсы көреді. Діни талаптар қояды деп айтады. Онда бірінде шындық жоқ енді. Ешкім келіп айтысқа сендер айтыңдар, маған айтпаңдар деп айтқан ешкім жоқ қазір. Айтыскер ініңіз Айтбек Тұрсынбаев бір сұхбатында сандалған сөз анық. Сандалған сөз. Айтбектің орнында болсаң, ол жаңағы жұртқа ақыл айту үшін алдымен өзің жақсы айтыскер болуың керек қой. Жақылдаған бір екі-үш айтысын жасап, содан кейін барып айта бастау керек. Айтбектің сөзімен бас жағын тыңдадым да, жан тыңдағым болып кетті қоя сал. Ол орынды пікірді есіптемеймін. Алаңдауға негіз жоқ, Жоқ. Жақсы. Аға, енді сіз әртүрлі демеушілердің алдына бардыңыз, осы бір демеушілердің айтыста демеуші болуы, біздің мысалға бала күнімізде Амангелді Ермегияевтің, Нартай Савельяновтың есімдері біздің құлағымызда меценат болып қалды. Осы азаматтарды қалай көндірдіңіз, аға? Қалай көндіргенім біреуді зорлап келтіргенім жоқ. Жаңағы Амангелді Ермегияев, негізгі демеуші болған Тұрқұл Мұхаммед, Өмірзақ Сәрсенов, бәрі де халық өнеріне деген ықыласы бар адамдар. Қаржысыз барлығының үстіне. Сол менің айтқаныма көніп, жүлдесін қойып, басқасын беріп, көмектесіп тұрды ғой. Мен түні күні бір ойлап отырдым, айтып, осы соңғы 30 жылдың көлемінде 300-дің үстінде автокөлік таратып беріппіз. Бұл тұтас таксопарк деген сөз ғой. Олар жаңағы айтыстың бас демеушілері халық өнеріне қамқорлық жасау арқылы өздерінің де алды ашылатынын жақсы білді. Көбісіне бір қалай айтса болады, баспалдақ болды, Баспалдақ, мемлекеттік хатшы. Отан партиясының
жетекші де шықты. Бүкіл қызметтерге ауысып кетіп жатты, депутат болып жатты. Мұның барлығы осының қайырымы ғой келіп жатқан. Сондықтан ешкімді зорлап, азғырып көндірудің қажеті болған жоқ. Өз еріктерімен келіп, көмектесіп, қол ұшын созып жатты. Бірақ енді аға, мынау кәсіпкердің де кәсіпкері бар, осы сіздерге айтысқа демеуші болатын кәсіпкердің бэкграундына дейміз, ол өткеніне, қандай кәсіппен айналысатынына бір тереңдеп зерттеп көресіздер ма? Бұнда шаруамыз жоқ. Шаруаңыз жоқ, Шаруамыз жоқ. Бізге қаражатын берсе, айтысты қолдап жатса, енді ол ұрлық-қарлықпен жинаған ақша емес қой. Өйткені халыққа ашықтан ашық демеуші болып қаржысын шығарып жатса, бұның ар жағынан тентілдеп біз неміз бар. Аға, соңғы алтын домбыраның финалында Дидар Хамит сахнаға кешігіп шықты 2 минуттай. Өзіңіз де сол жерде отырдыңыз төраға болып. Сіздің айтыс жүргізген кезіңізде бұндай бір протесттер, қарсылықтар болмаушы еді. Бұны қалай қабылдадыңыз? Мен протест деп қабылдаған жоқпын. Енді өмір болсын, әртүрлі жағдай болады. Біреудің балтыры ауырады, біреудің бас ауырады. Сондай ғана оған мән берген жоқпыз. Талқыланған жоқсыз ба? Дидар кешігіп шықты деп отырсың, мен соны білмей есімде деймін. Кешігіп шығып, бірақ финалда тек қана бір сенің орын алатының, алтын домбыра алатының белгілі болды, келісіп қойған дегендей ғана бір жаттаулар айтқандай болды. Ақындар айта береді. Ол бір сөз шындық болуы мүмкін, бір сөз әсірелеу болуы мүмкін. Мұхтар дайындап берді сенің сөзіңді. Кімнің алтын домбыраларын кім қайдан біледі? Ол көктегі Құдай ғана біледі. Кім бабында тұр? Алдардың орап, соңғы алтын домбыраны алған Мейірбек Сұлтан хан ғой. Иә. Мейірбек Сұлтан хан біраз уақыт бұрын алуға тиіс жігіт еді. Өйткені бір сөзінен бір сөз асып түсіп жатқан көркем өлеңдердің авторы, батыл пікірлердің авторы бейнелеп айтады. Сондықтан ол сенің алатын белгілі от деген сөз сөз. Бола береді сондай. Оған сын айтылған жоқ, сын айтпадыңыздар ма? Біз Оралда өткіздік алтын домбыраны. 2008 жылы ма? Сонда біраз ақындардың арасынан кішкене талас пікір туып, кім алатыны белгілі. Тағы Мұхтарға берейін деп отыр ғой деп бармай қалды. Үлкен ақындар. Рүстем Қайыртай, Еркебұлан Қайназар. Еркебұлан сүйікті шәкіртіңіз еді ғой. Солар Мақсат Ақанов. Осындай, кім алатын біз біліп отырмыз, бармаймыз, несі бармыз, бармай қалды. Мұхтарға берейін деп отырды. Мұхтар болған жоқ қой. Айталып қойғанды Рүстем алып. Оны кім деді? Кім бабында тұрса өзі. Фастекс 2007 жылдан бері логистикалық қызметтер көрсетіп келе жатқан сенімді серіктес. Біз тасымалдаудың барлық түрлерін ұсынамыз. Кедендік рәсімдеу, жүк тасымалдау, транзит, экспорт және импорт. Қытайдан Қазақстанға кез келген жүкті қауіпсіз жеткізу біздің міндетіміз. Кедендік рәсімдеудің толық спектрі бізде бар. Жастарды қолдау мақсатында спорт және ағартушылық жобаларға демеушілік көрсетеміз. Бізбен хабарласыңыз. Аға, енді айтыстың басқасында жүргеніңізге 50 жылдан асыпты. Асты. Өміріңіз айтыс деп өтті, жырыңызға да айтыс көп арқау болды. Сондай бір сәтте Аманжол ініңізге қажылар мен тазылар алдын кесіп, ағаң жүр әзер тауып табан жолын деп жазыпсыз. Бұл жердегі қажыларыңыз бен тазыларыңыз кімдер, аға? Осылай түріп дейіндер жатыр. Емен жарқын ашылайық, аға, бүгін. Бір кезде менің үйтіп ашпы ол себебім жоқ. Бір жасыратын ештеңесі жоқ. Мына дін жолында жүрген қайраткерлер осы айтысқа араласып, тіпті айтысты алды деуге де болады. Қажыларда өтқанымды, тазыларда өтқанымды сол ғой енді. Соны бетін әрін қайтарып отырып, біраз ақын кетіп қалды. Олар шәділіммен басын шырмап, соғым беріп, үй беріп, көлік беріп, Қажылыққа барып болса. Солай әрі-сәрі болып жүрген кезде айтылған сөз болу керек. Оның жасыратын ештеңесі жоқ. Мұхамеджан кім еді? Бекболат Тілеухан. Мұхамеджан Тазабек. Оның соңын ерген Мұхамеджан Тазабековтер
Сондай әрекеттер көріп артынан өздері одан ештеңе шықпайтынын білді, түсініп қойып мені кешірім сұрап енді алдынан шықпаймыз деп. бірақ оның өзі ұзақ жылдарға созылды аға, иә? Жылдар болған соң 2 жыл болды енді соған. Одан көптеу сияқты. Ең алғашқы айтысқа әсер ету 2011 жылдары басталды аға, иә? Төртеу түгел болса деген айтыста дінді жақсы жырлаған үшін деп бір айтыскерге сыйақы берді. Осындай осы мысалға дінді жырлау арқылы сыйлық беру, кішкене енді айтыскерлерінде түр-түрі бар ғой, кейбірі Әділқазының жүлде алу үшін Әділқазының көңілінен шығуға тырысады. Осы бір қалай әсер етті деп ойлайсыз аға? Осы бір тенденция Енді сол уақыттарда. айтыскер дегенде пенде. Жарысқа түскөзін жүлде алғысы келіп тұрады, сыйақы алғысы келіп тұрады. Сол орайда ол да өзінің қолынан келген шаралардың бәрін жасайды. Бұны таңғалатын ештеңесі жоқ. Енді жаңа кетіп қалған ақындар бар деп отырмын ба? Қайта алмай жүрген. Кім? Жандарбек Бұлғақов. Жандарбек Бұлғақов, Балғынбек Имашев, Айнұр Тұрсынбаева, Сара Тоқтамысова деген ақындар жұрты кетіп қалды. Біреу бизнеске кетті, біреу басқа жаққа кетті. Енді ақындар кейде жүлдеге не қойып жатыр екен деп сұрайтын болды. Әлгі Құдайға не сойып жатыр екен дегендей ауылда болушы еді осындай. Жылқы сойсағына баратын, сиыр сойса бармайтын. Жүлдеге үлкен жүлде қойылсағына баратын бір тенденцияда орын алды. Оны несін жасырамыз? Соның бәріне шыдаған ақындар ғана. Қазір бізде Қазақстан айтыс ақындары мен жырыш-термешілердің халықаралық одағы ғой. Мен басқарма төрағасы отырған. Соның қарамағында 300-ге жуық ақын өнерпаз бар. Енді оның бәрі бірдей бұлбұл емес шығар, бірақ соңғы 4 айдың ішінде облыстарда айтыстар көп болып тұр. Соған қарасаңыз, ақындардың бірінен бірінің мойын озып тұрған шама бәрі жоғары деңгейде, биік деңгейде айтысады. Бұл үлкен құдіретті күш қой. Бұл жаңағыдай күлдің әңгімелер сен тұтқанды бола береді әршет. Бұның бәріне басымыз ауыртып отырғанымыз жоқ. Солай. дұрыс айтасыз. Аға жаңа айтысқа әлі қосыла алмай жүрген деп айтып қалдыңыз ғой. Солардың бірі Жандарбек Бұлғақов, иә? Жандарбек өте мықты жас болып өсті. Айтыспен тәрбиелендім деп, өзі де айтыспен өстім деп те айтады ғой. Оның Ринатпен айтысы, оның Сарамен айтысы, біраз ақындарды бір ойсырата жеңген кездерде болды. Осы оның кетіп қалуы, бір оның ақындық потенциалының ашылмай қалуына әсер еткен жоқ па? Өйткені қазір ол бір сұмдық ақын деуге келмейді. Көбінен сөз таласта жеңілген де бар. Еркебұланнан мәселен. Қалай ойлайсыз осы жерде? Жеңілді дегенде шартты нәрсе. Қалай бағалануына байланысты. Бірақ Жандарбекті өз басым аса жоғары бағалаймын. Аса талантты ақын, аяқ астынан бұлт етіп күрделі ойлар тауып, әжуаға да бейім тұрады. Жақсы ақын. Мен айтысқа қайтып оралар деп ойлаймын. Өйткені менімен байланысып тұрады, хабарласып тұрады. Әне келем, міне келем дейді, бірақ соған жүрегі де ойламай ма? Келе алмай қалады. Балғынбек те сондай. Балғынбек те кезінде құлдыс болған ақын ғой. Иә. Ол да сол қазір не істеп жүрген өзі білмейтін болу керек. Айнұр болмаса кетті бизнесіне. Сара Тоқтамысова танытты ақын қыз еді ғой. Осы ертең қыздарды айтыс барады деп отырмыз. Соған барам деген уәдесі бар, көреміз. Толмай жатқан ақын жоқ, бір ақын болса да пайда. Қоғамға. Бәрін көтермей қойдар шығасы. Аға, осы жерде екі аралықты да ұстап жүрген бір ақын бар. Ол Мұхтар Ниязов, иә? Иә. Ана жақта да жүрді, мына жақта да жүрді. Сол уақыттарда оны қалай қабылдадыңыз сіз? Ана жақта жүрген сен білесің, мен білмеймін. Ол айтысқа адалдығын сақтап келе жатқан бірден бір үлкен айтыскерлердің өкілі. Ана жақта неғып жүрген сен білесің, мен білмеймін. Ондай болар болып. Қайдан білем мен не істеп жүрген? Ол айтысты ұйымдастыруға да қабілет жетеді. Иә.
аға енді соңғы жылдары қазақпен қауышқан бір тұлға бар, ол Өзбекәлі Жәнібек. Оны Санжар Керімбай деген жазушы ініңіз осы бір қалың оқырманмен таныстырып, қазір қазақ даласы деп айтайық, Өзбекәлі және Мәдени майдан деген кітапты оқып жатыр. Осыған бір белгілі бір деңгейде халықтың бір шабыттандырды деп айтуға болатын шығар. Сол азаматпен сіз өзіңіз бір жұмыстас болған адамсыз. Қайсысымен? Өзбекәлі Жәнібек. Иә. Сол кісі туралы естелік айтыңызшы, ол кісі қандай шенеунік еді? Жұмыстас болғанда Істес болды, иә. Орталық комитеттің хатшысы. Мен телевизияның өзі қатардағы журналист. Сондықтан мен үйтіп аралас болдым деп. Естелік жазасыз ғой? Жаздым, болғандай қылып жаздым. Осы айтысқа да қатты көңіл бөлді. Рас, әр айтыс айтқан сайын шақырып алып, мені қызылғанның үстіне тұрғызып қойып сауабымды беретін. Да оны өкпілі алайды. Өйткені талап сондай болды. Бұл кісенді ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуге көп үлес қосқан адамға мәдениет министрі болып тұрған кезінде де, орталық комитетінің хатшысы болып тұрған кезінде де көп көмек қолын созды бізге. Сөйләніп бағалаймыз, құрметтейміз. Мен көбіне бір жаққа шығатын болса, мені ертіп кететін. Мен Оралға, Ұлытауға, оңтүстік Қазақстанға, Өзбекстанмен бірге барған сәттерім алдыңғы көз алдында. Мұны танымаймыз, естелігімде де соны жаздым. Үлкен ұлттық масштабты ойлай алатын адам ғой. Айтыстан өзге де қазақтың ұлттық ой өрнегін зерттеді, би өнерін зерттеді. Кейін Өзбекстан қайтыс болғаннан кейін ол кісінің үйіндегі жеңгеміз бір республика сарайында айтыс өткізіп жатқанымда келді. Өзбекәлі ғана бір айтыс өткізбейсің бе, көп еңбегісің дойды. Жарайды дедім. Бірақ менің өзіне жасаған демеушілерім ол кезде демеушісіз айтыс өтпейді. Өмір жақсы сеніпті, ama еңбек айыпты, оны елең ете қоймады. Кейін академик Рахманқұл Бердібаев Түркістанда жүрген жерінен маған телефон соқты. Ай, сен Өзбекәлі көп ұрсат деп көңілің қалып қойды ма? Ол шын жақсы көріп ұрсушы еді ғой. Өзбекәлі ғана бір айтыс жасайшы деп. Айттым, мен ешқандай нем жоқ көңілімде. Бірақ қолым қысқа демеуші шықпай жатыр. Соны өтпей қалды. Биыл да Өзбекәлінің мерейтой жылы ғой. Бірақ қазақ ұмытатын тұлға емес ол. Айтыскерлердің де көбісі көрді, білді. Еңбегін қадірлеп, айтыстың үстінде қазір жақсы сөздермен еске алып айтып отырады. Осы біздің қолдан келетін шаруа. Осы жаңа үзіліп қалған ниетіңіз, жобаңызды ары қарай жалғастыру ойда жоқ па? Осы Өзбекәлі Жәнібекке арналған бір айтыс өткізу әлі. Сен демеуші болсам өткізіп берер едім. Осы мүмкін Санжар Керімбайлар. Санжар Керімбай дегеннің кім екенін де білмеймін. Шынын айтайын. Өскәл соңғы бір айдың көлемінде құлағыма шалынады, сол есім бірақ кім екенін, не екенін айта алмаймын. Дұрыс. Жақсы. Енді қазір осы 70-80-нің ортасында отырған жасым бар. Ендігі жерде демеушіде бір жүретін жайым да жоқ. Бұл айтыс сөзі көн сара жолға түсіп алған, өзінің күнін өзі көретін жағдайға жетті. Осындай. Аға, сіздің естеліктеріңізді оқып отырып, маған бір ерекше әсер еткені, ол марқұм Оразалы туралы жазғаныңыз. Оразалы қаңғыған оқтан болар бөрі ажалы, сені де қинар ма екен көр азабы деп наптан деп айтасыз. Осы енді Оразалы туралы айтылып та жатыр ғой, бірақ осы Оразалының шәкіртімін деген жігіттері бар, шәкіртімін деп жүрген. Олар рухани байланыстағы шәкірттер ма, әлде шынымен шәкірт болып, соның бір тәрбиесін алған жігіттер ма? Оразалы 29 жасында қайтыс болды. Бұл шәкірт тәрбиелейтін оның уақытта болған жоқ. Жаңағы сол сыртынан еліктеп, сыртынан қызыл жүргендер болған болу керек. Соның ішінде бір мықтысы мына кім деген? Болатбек.
Болатбек Оразбаев. Оразбаев жаңағы ауылдастық ол жерде ана Оразалының поэзиясында көп құндылықтарды бойына сіңіре білген ақын еді. Бұл да өзінен өзі айтыстың шеттеп кетті. Неге десең, оны құртып басқан бір той бизнес, той басқарады. Той басқарғанда апта сайын досымыз бұдан алатын үлкен гонорарлары бар. Соны қимайтын болу керек. Мен де қайта қолға салып болдым. Келем ғой, айтысқа келемін ғой дейді, бірақ беттей алмайды. Оразалының шәкірттерінің ең мықтысы сол. Онан басқа кейін жас ақындар ғой. Оразалын айтатын да, ұстазын деп алғаттатын да, Оразалының өзі де біреудің шәкірті, Өдектің шәкірті, Құлманбеттің құлынын деп кетті. Соның бәрі тарихи ақиқат шындық. Ар жағында терімде бар жігіт қой ол. Мен жақында ол да лақыл айтысатын. Осы жақында Оразалының Қытайда жүріп айтысқан бір айтысының бейне жазбасы қолыма түсіп тыңдадым жақсылап. Еркін Ілиясов деген Қытайда бір сұрапыл ақын бар. Ол да қайтыс болып кетті аяғысынан, жол апатынан. Сонымен айтысқанда Оразалы мысалы тапырақтап, іштен айта алмай, сөйтіп отырды. Өлең дегенде баққа қарайды ғой, бірде бауына келіп отырады, бірде келмей отырады. Сондай Оразалының жаңағы өзің айтып отырған цитат келтіріп отырсың ғой менен. Мәскеуде айтыс қалып бардым. Сонда қайтып келе жатып, өзімнің кітабыма қолтаңба қойып бермедім, дәл солай Оразалы қанған оқтан болар бөрі жалы, сені де қиындар бекем көр азабы деп. Кейін өкіндім, бекер жаздым. Келгеннен кейін бір реттен кейін ол кетті ғой. Оразалы тайы жоқ ақын тұғын. Біз бір затай Жолдасбеков аға бар, Сырайыл бар. Қырғызстанға айтыс қалып бардық. Сол жерде де көзіліп айтса алмады. Қырғыз ақындарының келері дейтін Оразалы, бірақ келерлерін көрілмеді. Бұрта ол айтыс жасап қайтты. Тілденде жоқ, үстіңелді оған жоқ. Сондай. Бұл 2012 жылдар айтылған 2004 жылдың айтысым. Сол айтысым мысалы өтемдікті айтыс болды. Мұхтар Қуандық деген жігіт. Қызылордадан шығып, алдынан арқан келіп берең тоқтаттық. Өте адуынды жігіт еді. Сол да мысалы Мұхтарда айтысқа келем, осымен демеуші болып келемін дейді. Қалай демеуші болып келетін қайдан, өзі салық саласында жұмыс істейтін. Сол жақтан бір қазынатор болып қазып жатыр дейді. Қонаевта Ерқайда деген айтыс 2012 жылы ұйымдастырылды Алматыда, иә? Ол да бір ерекше айтыс болды. Оның алдында айтыс қой. Оның алдында 5 жыл бұрын 95 жылдығын арнап өткіздік біз. Қонаевтың. Ол менің бір Қонаевқа деген махаббатының лаулап бара жатқан емес. Мен кішкене оған салмақтырақ қараймын. Бізде қазақта не қара бояу жағылған қара болып шығады кісі, не аппақ бояумен аппақ әулие болып шығады. Қонаевпен әулиелесетіндер көп қазір. Бірақ ол кісі әулие емес тұғын. Көптеген қателіктер жіберді. Трибализм, тершілдікке, жүршілдікке салынды. Сол Сәтбаевтың алдын жауып тастаймын деу, Бөкеевтің алдын жауып тастау. Барлығы қиянат қой қызылып отырған. Бірақ дегенмен еліне еткен еңбегі бар. Қазір айтып жүрміз ғой, 47 қала салып шықты деп. Бұл үлкен тарих қойған. Сол жақсы жақтарын бағалап. Сондай айтыс жасадық. Ол балуан жырақта өткен айтыста сол спорт сарайының бергі қабырғасына 72 шаршы метр жерге Қонаевта Ерқайда деген елгізіп қойдым жарнама. Сол көп адам шамына тиді. Жеме көргенде айтыс тоқтатып тастады. 2 күн қалғанда айтысты. Бұл айтыс күнге өтіргенде деп. Содан деді бірде сұрып көрсем, бұл жоғары жақтан келген тапсырма болды. Сосын мен дайын тұрған айтыс, құлақтанып қойған ақындар келіп атқан. Қой өксіп айтсайсың. Жаны жүріп Астанаға барып, қызмет түсіп, мемлекеттік хатшы Құлмұхаммедтің алдына барып,
олай болады деп. Сосын ол енді сен асыра сілтеген шығарсың, қонайыпты ер қайда дегенді бір сөзің біреуге жағады, біреуге жақпайды. Мен тапсырма беремін, өткіз деді. Алматыға шығып келіп, самолеттен түсісіме Алматы қаласы әкімінің орынбасары Сейтіманов деген болды. Сол кісіге бардым. Сізге айтылды ғой, мына кәсібін ашыңыз. Олайым тұрған айтсын, оны өт жасамаңыз депті. Өткізбеймін деді. Мен айттым, сонда халық қозғалып кетсе қайтесің. Қай болғанда осы халықтың қайраткері болатын. Оған алынған айтысты өткізбей қойсаң, толқуы мүмкін ғой деп, келе берсін, атамын деді, тура осылай. Ата мен автомат деді. Мен айттым, сонда жасаған жақсылығың сол ма? Мұндайды қойыңыз. Сонда не керек? Айтып, бұрын болғанда айтыстың алдын ашып, өткізуге мүмкіндік берді ғой. Сондай азаптармен де істі қалады айтыс. Көп азап. Сондай айтыстар қазір аз аға, иә? Мүлдем кездеспейді деп болады. Әлде ақындар бір оң солына қарайтын болды ма? Артына қарайлай ма? Жаңа кімнің жаңағы аты? Тараздың ақыны Айтбек айтып отырсың ғой. Аманжол айтыстың алдында осындай. Иә. Сені бұл ақындар айтады екен, аны айтпа, маған тыйым деп айтады екен деп. Сол бос сөз деп отырмын ғой. Ең кішкене құлаққа жазылады, кейбір күрделі мәселелерге бармай-ақ қойыңдар. Ұлтараздығын туғызатын мәселелерге. Тек құлаққа жазылады, бірақ ешкім аузын жауып отқан жоқ па айтса. Бас кеспек боғымен тіл кеспек жоқ. Ешкім айтыстан айтылған сөз үшін таяқ жеп отқан жоқ қазір. Таяқ жесе кезінде мен жедім. Мына 12-ші жылы ғой деймін. Айтысты Түркияға апарып өткіземін деп талпынып, соған Ермегайевпен сәрсенімді көндіріп, министрдің алдына бардық, Құлмұхаммедтің алдына. Ол бізге былай қағаз айтып тастады, мына елбасының шешімі айтыс тоқтатылды деп. Түркияға бармақ тұлпасы өзбен қайғы болып кеттік, екі завод тұрды айтыс. Енді оның әртүрлі себептері бар. Бірақ шын халыққа жан ашыған адам халықтың өнерінің алдын жаппау керек. Қалай болғанда. Бір сөз әрі кетеді, бір сөз бері кетеді. Айтыс деген импровизация, суырып салып айту өнері. Бұл қай сөздің қайдан шығып тұратын, қайдан білесің? Оған бұла шатынап, шамданудың қажеті жоқ. Билік соны дұрыс түсінсе, айтыс өзінің ыңғайына пайдалануына мүмкіндігі бар. Сол жылдардағы айтыста бір Мұқтаулы мылтық деп айтады, бомба деп айтады, Бауыржан Халиоллалар, Ринат Зайытовтар, бір өте бір ақиқатшыл ақындар болды. Бауыржан Халиолланың 2012 жылы Жаңаөзен туралы жазған өлеңі әлі есімде. Ей Жаңаөзен, даңқтысың дарасын, болашаққа пәк күйіңде барасын, сен қасқырсың, қансыраған ұлыған өз тілімен жазып алар жарасын. Осындай ақын жігіттер қазір белгілі бір деңгейде позициясын өзгертіп қызметке барып жатыр. Осыны сіз қалай қабылдайсыз аға? Дұрыс қабылдаймын. Дұрыс қабылдайсыз ба? Қажетті жерінде ақиқаттың кигізін тіліп отырып айтты. Бауыржан да, Ринат та, сосын таяқта жеді талай. Олармен билікте санасатын болды. Біреу депутат көрсе, Бауыржан қазір Батыс Қазақстан облыстық филармониясының директоры. Сол айтқан сөздердің нәтижесінде игілігін көріп отырған болу керек. Қажет айтатын ақындар бар. Айтып тастайды. Бірақ бұл жігіттер айтпайды. Енді ол Бауыржан мысалы айтыс қатыспайды қазір. Ринат болса депутаттығымен жүр. Аға, енді қараңызшы, мысалға ақын халықтың сүйкімді ұлдары ғой, енді жақсы көретін, аузынан сөз күтетін осы азаматтар, мысалға жаңағы ақиқатшыл, артына қарамайтын, Бауыржан Халиолла, сол немесе Ринат Зайытовтың YouTube арнасындағы сарказмға толы бір өлеңдері бар. Ол сарказм мықты ғой, ирониясы өте бір бағалаймыз. Төре мұқса
ұқсас жаралса да қасқырмен, ит боп жүрмін кездерімнен ес білген. Үрем, қабам, тырнайыммен ойланбай, араздасаң, маған тамақ берген тақсырмен. Өзім жайлы айтар болсам қысқаша, жұмысыма жұмсамаймын қыштаса. Тамағым тоқ, үйшік, шынжыр, қарғыбау. Қожайын көп босатпайды, әлде қандай жағдайлар қыспаса. Кім ол? Сол ақын Ринат немесе ақын Бауыржаннан көрі қазіргі депутат немесе мемлекеттік қызметкер қайсысы жақын халыққа? Енді ақын жақын. Ақын, иә. Халықтың көңіліндегі сөз тауып айтып отырса, ол ақиқат деген растяжимое понятие. Мысалы, анау 90-шы жылдардың соңында шындық айтатын ақындар деген бір түсінік болды. Халықтың көңіліндегі сөз айтады деп. Ол шындық көбіне ас үйде айтылатын шындықтар болады. Олар соны сахнаға алып шықты. Сол арқылы халыққа сүйкімді болды. Қазір ондай тыйым салынған шындықтар жоқ. Ақындар нені болса да айтып жатыр ғой. Сөз бостандығы, сөз еркіндігі деген бар. Жаңағы өзіміз айтып отырған Мейірбек, Мұхтар, үстемдер қаншама ақиқаттарды айтып жатыр қазір. Бірақ олар етеусіз қалады. Өйткені оның барлығы көркем деп айтылғаны болмаса, күнде айтып жүрген, күнде естіп жүрген жаңа шындықтарымыз. Халықтың ойындағысын дөп басып айту, айта білу деген де үлкен өнер ғой. Ол жаңағы өзің айтып отырған екі ақынның ерекшелігі сонда болатын. Енді сізді айтысты ұзақ жылдар басқарды деп те бір сынайтын адамдар бар, иә? Бірақ одан айтыс жаман болды деп те айта алмаймыз. Енді психологияда бір орында ұзақ мерзім отырған адам бір автократ, диктаторға айналады деген мәлімдемелер. Сіздің өзіңіздің бойыңыздан сол дүниелерді байқамадыңыз ба? Ондай қаңғыбас сөз болу керек. Мен оған бір мемлекеттік қызмет емес, қоғамдық жұмыс. Одан қандай диктаторлық орын алуы мүмкін. Қазір жағамын жол басқарып жүр айтысты. Анда-санда Ринат араласады, Серікзат араласады. Сөйлеп көріп жүр ғой, мұның қандай ақырет екен, ұйымдастыру жұмыстары. Ол жұрт өтіп отқан айтысты ғана көреді. Оның ар жағында дайындыққа қаншама жүйке өтеді. Жаңағы демеушінің тілін табудан оңай шаруа емес. Миллиондаған қаржысын оңайлықпен бермейді ғой. Соның бәрінің бабын табу керек. Соның бәрінен өтіп келіп отырған жерім ғой мен енді одан. Енді мына айтыскерлерді басқаруда мінезіңіздің де көп рөл атқаратын мойындайтын шығармыз, Енді мына ақын-інілеріңізде ондай бір мінез жоқ. Мен кейде айтам, мына жастар жүгірсе екен деп кішкене жұмсадым мен соңғы жылдар. Жұмсайсың, айналып келіп өзің жұмсайды. Масылдық, итебендік позицияда жүреді көбісі. Ешқандай енді ақынның беті бар ғой. Кімге барып айтса да, соны пайдалана алмайды. Мен артықшылығым сол, осы өзім атқарып отырған жұмыстың игілігін солай көретінім бар. Біреумен қатты сөйлесесің, біреумен тәтті сөйлесесің. Мұның барлығы өнер ғой деп ойлаймын. Оны саналы түрде сөйтіп былай жасайын деп ойламайсың, бірақ соған келіп тірелесің аяғында. Құдайдың берген мінезі дейсіз ғой. Иә. Ақындарды да басқару оңай емес аға, иә? Оларды бір жерге жұмылдастыру, ұйымдастыру. Қайдан оңай болсын. Ақын баққаннан гөрі қой баққан оңай. Әртүрлі ақын, әртүрлі мінез бар. Ол ақынның ар жағында оның отбасы тұр. Өскен ортасы тұр, жүрген ортасы тұр. Соның бәрін есептеліп жасалу керек қой, жұмыс. Аға, енді мысалы айтыстың алтын дәуірі деп өзіңіз 90 жылдан кейінгі уақыт айтасыз, иә? Қазіргі айтысқа қалай баға бересіз өзіңіз?
және қандай үміт күтесіз алдағы буыннан? Айтыстың алтын дәуірі мен 90-шы жылдардың аяғы 2000-шы жылдардың басында өткен айтысты айтамын. Ең бір қуатты кез айтыстың сол болады. Жақында Павлодар қаласында Аспанбек Шоғатаев ұйымдастырып айтыстың алтын дәуірі деген айтыс өтті. Енді бірақ өкініштісі сөйтіп Сулатов жасаған айтыстың алтын дәуірін жасаған ақындар барған жоқ. Жай бір орташа көлденең ақындар барды. Мен сөйтіп айтып та көрдім. Мен алтын дәуірдің ішінде болмаған сияқтымын, көзім тұрып отырмын ғой. Мен жоқпын ішінде. Қазіргі айтыста екі жағы бар. Біріншіден, бұл қазір айтыс өлеңінің әбден жетілген шағы. Бұрын әуелде бастағанда мына жазба поэзияға жете алмайды деп қынжылатын едік. Қазіргі айтыстың өлеңі жазба поэзиядан асып кетпесе кемсіп өткен жоқ. Бұл бір жақсылығы. Екінші, бұл осылай шығатын кемшілігі де сол, көбіне дайындалып келеді ақындар. Сөзін жұптап, кіммен айтысатынын бәрін белгілеп, не айтатынын шегелеп келеді. Бұл айтысты жасандылық ұрындырады. Үйтпесең тағы көркем айтыс шықпай қалады. Енді қазір айтыстың азуын айға білген ақындар бар ғой. Бұлардың Шын Шамырханов айтқан шумақтары кешегі осыдан 30 жыл бұрын поэзиядан әлдеқайда биік, әлдеқайда жоғары, әлдеқайда интеллектуал. Осы жағына бір жағы қуанасың, бір жағы айтыстың табиғатын бұзып алдық па деп шошисың. Бірақ осылай дамып келіп осыған жеткеннен кейін оған немене шошисың? Өмірдің заңдылығы болу керек. Аға, сіз қазіргі айтыскерлердің ішінде осы интеллектуал ақындар деп кімді айта аласыз? Интеллектуал ақындар деп Мейірбек, Рүстем Қайыртай, Мұхтар, мына Шығыс Қазақстаннан Серік Қуанған. Аға, енді жаңағы осы қазіргі ақындар интеллектуал дегенмен мен кішкене келісіңкіремеймін. Айып етпеңіз. Енді атын атап түсін түстесек қазір ренжитін шығар, бірақ көп ақындар бір публикаға ойнайтын популист, бір болады толады мен өлең құрайтын ақындарда баршылық. Не олар? Жаңа өзіңіз атағанда да бір 5-6 ғана атадыңыз. Қалғандарының деңгейі төменірек сияқты. Енді ол сенің көзқарасың, мен деп айтқан жоқпын. Ешкімнен кемшілігі жоқ. Мен 30 ақынның атын атап бере аламын. Қай бәйгеге салсаң да жарып шығатын. Интеллектуалдық деңгейі жоғары. Сондықтан ақындарыңызды жақсы көресіз бәрі. Енді мен жақсы көрмесем қалай болады? Дұрыс. Өткен бір шығарылымда сіздің ауырып жатқан кезде де ақындарды сұрап жатты. Осы бір жас ақын, жас таланттарды шықты ма екен деп айтып жатты дегенді естігенде бір ерекше әсерлендік шынымен. Сіздің өміріңіз осы бір айтыскер таланттарды іздеумен өткенде, иә? Жоқ іздеушімін ғой жүргенмен. Мен алғаш 70-80 жылдар айтыс бастағанда әр ақын ол жоқ көрінетін. Жоқ қой енді. Үзіліп бара жатқан өнер, сөйлеп бара жатқан. Қазір Аллаға шүкір, қай өңірден болса да жақыраған таланттар шығып жатыр. Әсіресе соңғы жылдары өте мол қуанарлығы. Мынау интеллектуал емес деп сұрыптайтын жағдайым жоқ мен. Айтысуға шамасы келсе, соң қуанып отырамыз тақымызды қысып. Бірақ сізден көп ақын қаймығады, иә? Білмеймін. Менің өзім аға шынымды айтайын, сізбен сұхбаттың алдында да қазір де кішкене мінезіңіз, тосын сөздеріңіз адамды тосылдырып тастайды. Мен саған ондай жаман сөз айтқан жоқпын. Аға, осы бір тосыннан айтқан сөздеріңізбен ренжітіп алған сәттеріңіз көп болған шығар, иә? Кімді? Ақындарыңызды болсын, жолдастарыңызды.
Алып келіп жүрген ешкім көрген жоқ. Айтсам айтам. Дер кезінде ауызға келіп тұрған сөзді айтпасаң, бұл мәкрух деген сол. Айтып қаламыз. Бірақ аға, осы бір мінезіңіз сіздің алдыңызға тек бір ағай мен сығайды ғана жинайды. Мысалы көппен көп төбе көрсете бермейтін, көппен араласа бермейтін Асанәлі Әшімов ағамыз сіздің жолдасыңыз. Ол кісімен қарым қатынасыңыз туралы не айтасыз? Ол кісінің мен өткенде күнделігін оқып отырып, ерекше сыйластығым артып кетті ол кісіге деген. Бұрын соңды енді бізде ана бір әлеуметтік желідегі тараған үзінділерге қарап, ол кісіні бір кербез қарайтынбыз, көретінбіз. Ол алдамшы әсер ғой. Алдамшы әсер. Асанәлі қазақтың абызы оғанда да 90-ға таянып қалды. Мен жолдас істеп айтып отырмын, мен жасым 15 жас кіші кем дегенде. Кітабымда, естелік кітабымда сізді жолдасым деп жазған Енді айтамыз ғой, мен де айтамын. Осы бір-екі жылдан бері айтыста қатысылмай қалдым деп кішкене шағымданып жүрген кеше. Жаңа айтып отырмын ғой, Қызылорданың Қазақстан Астана болғанда 100 жыл болуына байланысты үлкен айтыс өтейін деп отыр деп. Соған апарайық деп отырмыз айтсам. Енді үлкейіп қалған адам кішкене құлағы қағаз естіп қалған деп жатқан әзім. Айтыс деген жолдап өтіп отқан нәрсе. Бір сөзден қағаз кетіп дұрыс бағасы берілмесе, ақындар ренжіп қалады. Бірақ осы қазақ жалпы өнерінің бастауында тұрған нәрсе ғой айтыс деген. Сондықтан оның да көшбасшысы болуға Асанәлінің толық қақысы бар, сөйтіп болып та келе жатыр. Осы әділ қазыларды қалай іріктейсіздер айтысқа? Қалай іріктейміз? Қазіргі әділ қазыларға сіздің қатысыңыз жоқ қой, бірақ Қатысым жоқ. Бәрін өздері іріктейді, сізді төраға етіп шақырады. Айтысқа салмақ бересіз. Менің отырғаным салмақ беретін болу керек айтпаса. Осы неше ром саған. Қалай іріктеледі енді? Сөздің құнын білетін адамдар шақырылады ғой негізінен. Кейде бір орта деңгейлі адамдар шақырылып қалады. Жақында атын айтпай-ақ қояйын, біздің бір бұрыннан жатқан айтыс ақындарымыздың сол қазақ алқасының мүшесі болып тағайындалған екен. Сол екеуі қарадан қара басып 10 берді. Сосын мен отырып айтпаймын, не үшін беріп отырсыңдар? Онда ең жоғары баға ғой, соның ар жағында бағаланып отыр. Енді айтып отыр ғой, сағы сынбасын дедік дейді. Оның сағы сыну сынбауы сендерге қатысты емес. Сағым сынбасын деді, жақсы өлең айтсын. Айта алмадым, онда анық әділ бағасын беріңдер. Осындай қазылықты. Көңіл жықпастық жасайтын адам бар, көңіл жықпастық жасайтын адам бар. Болмайды онда. Қазалып өткен бір айтыста сіз Еркебұланға жеті қойған кезде бір қазыны жерден алып жерге салған кезіңіз есімізде. Да. Еркебұлан жеті алатын ақын емес қой. Жеті алатын ақын емес қой. Еркебұлан той басқаруға барса да өте дайындықпенен өзін өзі қамшылап баратын ақын. Сондықтан онда ондай төменден келудің болмайды. Еркебұлан ұлтқан Қайназар қой. Еркебұлан Қайназар. Сондай мен қадам дейтін ақындар. Аға, өте ақындарға сыншылсыз ба? Сынды көп айтасыз ба? Сынды айтам ғой енді. Олар қалай қабылдайды? Кейде Қалай қабылдаса, солай қабылдасын, мен шаруамыз. сыныңыздан нәтиже шығармай жүрген сияқты. Қалай қабылдаса, солай қабылдасын. Оларың өз шаруасы. Біз сол жаңағы алдымызда айтылған өлеңге баға беру. Өзіміздің деңгейіміз жеткенше, парасатымыз жеткенше әділ бағасын беру біздің шаруамыз. Кей ақындардан мысалға мына өңірде айтқан өлеңін Алматыға келіп айтып жатқанын көріп қаламыз. Ол кездерде ескерту жасайсыздар ма? Ескерту емес, мен саған айтайын. Қызылордада айтыс болып, 3-4 жыл бала. Нұрбол Жоғынбаев деген ақын керемет. Төгіп өлең айтты, көркем. Сосын оң қойдық. Енді 3 күннен кейін Алматыда менің пірім Сүйінбай деген студенттердің айтысы болды, соған қатысып, жаңа Қызылордаға айтқан өлеңін түгел бастан аяқ айтып берді. Бәрі оң қойып атты, мен 7 қойдым. Сосын ескертіп айттым, сен мұндай плагиат,
Сен басқа енді алдыңда мен отырмын ғой, еш тыңдап болдым ғой. Бірақ ол жігіт мықты екен, соған қатты шамданған жоқ. Қазір айтыстан айтысқа өсіп келе жатыр. Ақтөбе облысының намысын жоғары көтеріп жүр. Жақсы. Аға, енді сіздің алдыңызға мен ақындардың суретін қойып, ақындардың рейтингін жазсаңыз. Бір енді ақындардың бәрі сіз үшін үздік, бірақ мен бүгін бір тығырыққа тиейін, сіз бір міндетті түрде орын берсеңіз, осылардан рейтинг жасап. Бұл жерде жалпы осы бір соңғы жылдардағы, осы 2000-ші жылдардан кейінгі көзі тірі ақындардың барлығын жинап келдім. Бірақ кейбір ақындар енді енбей қалуы мүмкін. Бәрі тізімге сыймайды ғой. Қалай қоямыз? Сіз біріншіге кімді қоясыз осы жерде? Өте қиын. Айбек Қалиев, Бекарыс Шойбеков. Айбек Қалиев әрине өте мықты ақын. Кеше ғана жылдарда Қостанай менен Түркістан облысының өнерпаздарының сайысы болып, Айбек кімменен Бекарыспен сайысып өте жақсы жоғары деңгейлі өнер көрсетті. Оған еш күмән жоқ. Нұржан Сая. Бірінші орынға Айбекті қоясыз, Қойдым. Жақсы. Осында айыспай кеткен ақындар бар, олар неменесін рейтингке салып. Жарайды, оларды алып тастайық. Әурелейміз. Анау кім? Бекарыс Шойбеков. Қойып қойшы аны. Екінші орын. Анау кім? Мейірбек Сұлтанған. Оны да қойып қой. Үшінші орын. Мақсаттың кімнен несі кім? Төртінші орын. Емін айтыспай жүрген ақындар бар. Жандарбек бар, Ринат Зайытов бар, Рүстем Қайыртайұлы. Рүстем қайда? Рүстем мықты ақын, бірыңғай жоғары деңгейде айтысатын. Нағыз интеллектуалдың өзі сол Рүстем. Әр айтысқа сондай жауап көшікпен қарап дайындалады. Еркебұлан Қайназаров. Мықты ақын. Алтыншы орынға қойдыңыз. Айтыспайтын ақындарымыз маған тұқ бола ма? Жансая Мусина. Қойып қойын. Жетінші орын. Болды. Олардың ешқайсысын қазір қоспайсыз ба? Айтысып жатқан жоқ қой. Айтысып жатқан жоқ қазір, Бұрынғы даңғымыран айтпаса. Жақсы. Ринат Зайытов, Аманжол, Жандарбек Бұлғақ, Бауыржан Халилұлы, Балғынбек Имашев. Аға, енді мына тізімде мен 10-ға толтырайық, қосыңызшы. Кімдерді қалыс қалдырдым? Сен білмейді де шығарсың мүмкін, жаңа мен айттым ғой. Рауан Қайдаров деген ақын бар Павлодарда. Білем ол жігітті. Өте бір дарынды жігіт. Қазірет Бердіхан. Қазірет Бердіхан бар, сосын Серік Қуанған. Кеше Таразда баспай қалып. Айсойын Мақсет. Кешіріңіз, мен Мұхтар Ниязовты қалдырып кетіппін. Мұхтар енді ол бірінші ғой. Мұхтар бірінші, Мұхтар Ниязов. Қайыққа салсаң да төсеп беретін мықты ақын ғой. Шынымен Мұхтар Ниязовтың суырып салмаулығын ерекше бағалауға болады. Рахмет аға. Жақсы бір рейтинг. Сен мынау рейтинг деген авантюра ғой, мен ақындарға қарсы қойып отырсың. Кінәлі деп мені айтарсыз. Амал жоқ, таңдау керек болды деп айтасыз. Сіз үшін бәрінің үздік екенін білеміз. Шығармашылығыңыз туралы айтсақ, өзіңіз Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың 2 мәрте иегерісі. Қасым Аманжоловты да жақсы бағалайсыз, жырыңызға қосасыз. Қасымның үйі деген жырыңыз енді бір шедевр деп айтуға келетін шығар. Осы ақындармен өзіңіздің қандай ұқсастығыңызды айтар едіңіз? Мен ұқсастығымды білмеймін. Мен жасымнан Мұқағалидың соңын ерген балалардың бірімін. Біз университет бітіретін кезде Мұқан Осалманның көшесінде шалғая басып жүретін, соның соңын еретін Несіпбек Айтып, Тәлістанбек бәріміз. Ал Қасым жөнінен Қасымшылмын.
қазақ жырында төңкеріс жасаған адам. Адам тақылдаған бесшілдіктің балаларын қоя тұрып, адамның жанына ұлған ең бір нәзік нюанстарды жырлай білген сұрағылағын ғой Қасым енді. Оның жөні бөлек біз үшін. Әсіресе Қасымның жерлестері Қарағанды облысында туған біздер үшін Серік Ақсұңқар, Абзал Көкен, Ғалым Жайлыбай дегендерге Қасымның орны бөлек. Көп жастар әлі Қасымнан шығынған жоқ. Сондай, мен шығармашылық дегенде қазір мен өлең жазып тоқтатқан адаммын. Өлең дегенде жүректің оты ыстық кезде жазылу керек екен. Мен осы ауырғаннан кейін суынып қалдым. Өлең жазайын десем, сөздің басы бірікпейді. Сосын әуремей қояйын дедім. Қазір мен негізгі жазатыным алғыс сөз жазамын. Ақындардың кітаптарын. Ана ауруханада жатсам, осы Олжас отыр деген жігіт бар. Көкем мен кітабыма алғыс сөз жазып берді, қайта звондайды. Қоя тұршы, мен өзім соңғы сөзімді жазайын деп жатыр. Сіздің анау жұмақта жолығайық деген әзіліңізде көп айтады. Соны өз аузыңыздан естейікші аға. Оның үстіңіші естейтін сол бір үлкен кісі ғой, бірақ діннен бәріндей жақындығы шамалы болу керек. Қайта иншалла жұмақтан жолығайық дей береді. Кетіп барысқанда тағы айтты қолымды алып тұрып. Иншалла жұмақтан айттым, сіз бәріміз барып тұрғанда өзіңіз келмей қалмаңыз енді сол жаққа. Сол таралып кетті ғой. Аға, сіз туған ауылыңызда мешіт салдырған азаматсыз, Салдырдым. Қазір мешіт салдырушыларды сынайтындар, неге оның орнына мектеп салдырмайды дейтін азаматтар бар. Білмеймін. Менің ауылымда мектеп болды. Діннен алшақтап бара жатты ауылымыз. Сонымен мешіт салдырып біткенде 2007 жылы салдырдым ба. Ауылда намаз оқитын бір-ақ кемпір бар екен. Сосын Түркістан жағынан барып бір оқушы бала намаз үйреніп болған екен, сол екі адам. Қазір одан арылдық. Қазір сол мешіт ауылдағы рухани орталық болып тұр. Сол жерде бастары қосылады. Сондықтан Екеуі де болсын дейсіз ғой, рухани? Ешқандай ойға түскен жоқ мешіт салу. Енді өзің сияқты жаңа аяқ журналист. Өте алыс орналасқан ауылыңыз. Алыс болған. Құмның ортасында. Жердің түбінде, одан кейін ел жоқ. Бірақ кейін мына темір жол тұста жазылған сексеуілге баратын соң ауылдың үстімен мешіттің үстін басып өтетін болды. Өмір өзгерді, қайнады, қазір қайтадан. Мешіт соңында рухани орталық болып тұрғанына қуанамын. Сондай. Аға, енді жалпы мынау бұқаралық ақпарат құралдары, газет, журналға, телевидениеге демеушілік жасау, бұл бір бертін келе жатқан дүние емес қой. Алаш зиялылары кезінде газет шығару үшін бай бағландардың алдына барған екен. Енді бір осы ретте демеушілердің алдына да өзіңіз қаншама мәрте бардыңыз. Осыларға айтысты қолдау, немесе бүгінгі менің мәселен осы YouTube каналымның да демеушісі бар. Осы адамдарға құндылығын қалай жеткіздіңіз аға? Қолдауды. Бұл жерде үлкен саясат жүріп жатқан жоқ. Мен күнім үшін айтысты қайттан жарыққа шығару үшін мен ең алғаш Алматыдағы байлардың тізімі жайланған кітап бар екен, кітапша. Соны алып араладық қой, қасымда жолдастарым болды. Әр байдың есігін қағып барып, кеңсесінің есігін қағып, осындай айтысқа қол үшін беріңіз. Оның бәрінен бетім қайтып қалды. Жалғыз Мұхтар Құл-Мұхаммед қана 97 жылы бірінші автокөлік қойып берді. Мына теміржол деген содан бастырды. Ол енді ар жағында өзінің де көңіл жүйрік адам. Халық өнеріне жаны ашитын адам, ұлт өнеріне.
Суретші де ақын жалғаса берді ғой, бірін көріп. Иә, осы ретте аға жалпы қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосып отқан осы біздің арнамыздың демеушісі Fastex деген логистикалық компания бар. Соған алғысымды білдіргім келеді. Осындай қазақ контентін дамытып, тәуелсіз журналистиканың қалыптасуына үлес қосу бұл өте бір жақсы бастама деп мен айта аламын. Fastex 2007 жылдан бері логистикалық қызметтер көрсетіп келе жатқан сенімді серіктес. Біз тасымалдаудың барлық түрлерін ұсынамыз. Кедендік рәсімдеу, жүк тасымалдау, транзит, экспорт және импорт. Қытайдан Қазақстанға кез келген жүкті қауіпсіз жеткізу біздің міндетіміз. Кедендік рәсімдеудің толық спектрі бізде бар. Жастарды қолдау мақсатында спорт және ағартушылық жобаларға демеушілік көрсетеміз. Бізбен хабарласыңыз. Енді аға сұхбатымыздың соңына қарай Бақыт Жамал анамыз ренжіп қалмасын бұл сұхбатты көріп отырып. Ол кісі туралы да бір ауыз айтсаңыз, сол кісінің сіздің осындай бір өміріңіздегі орны қандай, шығармашылығыңыздағы болсын, айтыстағы болсын. Орны үлкен. Кеше Қостанайдан келдім деп отырмын ғой. Қайтайын деп жатырып телефон шалсам, жылайды, сағындым мен сенді. Ол мен өмірлік серігім ғой енді. Айтыста болсын, басқа жерде болсын, қолдау көрсетеді. Құдай болғанда. Ұзақ жыл қазақ теледидарының бекістеген диктор болып жұмыс істеді. Тіл әдебиет факультетін бітіргесін, сөзге де жүйрік, сөздің мәнісін түсінеді. Үлкен. Бір сөз бар екен ғой. Қандай да болмасын бір мықты еркектің артында мықты әйел тұрады деп, сол мықты әйелдің бірі сол болу керек. Қазір енді көріп қалды жасы. Бірақ неше үш көрміз, біз екеуміз үш бала. Моншақты немере, моншақты шөбере сүйіп отырмыз. Үлкен өмір жолынан өттік. Алла соған амандық саулық берсін деп тілеп отырған адам. Әрине, қол ұстасып осы бір айтыстың төрінде жүре беріңіздер, аман болыңыз. Аға, енді айтылмаған не қалды? Осы сұхбатымыздың соңында өсіп келе жатқан жас ақындарға өзіңіздің бір жүрек жалды лебізіңізді, өзіңіздің бір күтетін үмітіңізді айтып кетсеңіз. Қазіргі ақындар мен айтпай-ақ біледі өздері. Жас ақындар. Жастар. Бұны біз мұрағатқа жазып аламыз ғой аға. Мына Сізден бір өсиет болсын. Теледидар арқылы бүкіл айтыстарды көріп отырған балалар өсіп келе жатыр. Бір айтыстың мына өнер болғысындардың өзінің әдісі, тәсілі, қолық сұмдықтары бар ғой, соның бәрін үйреніп келіп жатыр. Сол бағыттары дұрыс. Мен бірақ соңғы кезде жиі айтыңырап жүрмін, мына Қытайда мықты ақындар бар екен деп. Жағы еркініп есіп дедім. Тағы үш-төрт ақынның атын айтайын. Сендер осыларды тыңдаңдар деймін. Бұлар біз сияқты ойлаң сөзді арзандатып алмаған, түсініктері күрделі халықты қоғаммен сөйлейтін ақындар. Соны игерсеңдер осы мына білімдердің ішіне мықты боласыңдар деп айтамын. Соны қайталап айталам. Бар қазына халықта ғой. Ол жағы ақын екенмін деп, екі сөздің басын құрадым деп, жаңағы айтпай құсап. Шаба беруге болмайды дейсіз ғой. Кішіне келмейді. Халықтың ішінде қазына іздеу керек. Сонда көркем өлең жақсы айтыстар дүниеге келеді. Батаны солай беріп отырмын қазір. Аға, бір сұрақ қалып бара жатыр екен. Қырғыз қазақ айтысы. Осы бір айтыстарда бір ұлт араздық деңгейге дейін көтеріліп кеткен кездер болды, иә? Білмеймін. Мәселен, кімнің Ринат Зайытов пен Алының айтысы, немесе кейінгі мынау Мұрадыммен өткенде бір қырғыз ақынның есімін ұмытып тұрмын. Соның да бір айтысында бір кішкене бір нәзік тақырыптар қозғалып қалады, ауыр қозғалып қалады. Осы қырғыз ақындар мен қазақ ақындар айтысқан кезде нені ескерген дұрыс? Өйткені біз ағайын ұлтпыз ғой. Бір екі ұлттың арасына бір енді жік салып жібермейтіндей. бөліп қалса, тарс айырылып кетсе де, қырғыздың ақындары қазақ ақындарының қолына су құя алмайды. Олардың өлеңдері балаң эмбриондық дәрежеде жүр. Енді уақыт өте келе жетілер, осы қазақтан кейін сол қырғыздар ғой, осы өнер ұстап отырған. Олардың да жақсы ақындар шығып келе жатыр еді. Аға Емирбек қайтыс болып кетті.
Алда жақсы ақындардың біреуі болған. Бірақ кішкене ақындықты бағалауға келгендерде де қырғыздарда кенжеде қалған тұсы бар. Оны қайда Көкшетауда қырғыз қазақ ақындардың айтысы болды ғой. Сонда өздерінің ақындарына жүлдені өздерің бөліп беріңдер деген келген кезде мына біріншінің жасыл екен ғой, соған берейік біріншіні. Одан кейін мынаның жасы мынандай ғой деп осындай критериймен баға беріп отқан жерде айтыстамын ма? Сондықтан оларға мен Алла жар болсын деймін. Жақсы. Саған да Алла жар болсын. Рахмет аға. Аман болыңыз. Жарайды. Елдің алдында жүре беріңіз, осылай айтыстан айтысқа жүз жасаңыз. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмам. Каналға жазылып, пікір жазып, бізді қолдап қойыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыз. Рахмет аға. Жақсы.